Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге «Мальчик, который обуздал ветер» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Бұл сіздер үшін 1-ақ секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Ендеше көп созбай, кино шолуымызды бастайық. Бұл фильм жасөспірім бала жайында. Ол өзінің кітапханадан алған білімі арқылы жел диірменін құрастырып шығарады. Осылай жасау арқылы ауыл тұрғындарын аштықтан құтқарғысы келді. Люди умирают, понимаешь? Это спасет всех. Бұл фильм шынайы өмірден алынған. 2001 жыл Малави республикасы. Бұл оңтүстік Африкадағы мемлекет. Басты кейіпкер Уильям әкесі Травелмен бірге егістікте еңбек етіп жүр. Және осында жүгері теріп жүреді. Аяқ астына оның көкесі, яғни әкесінің бауыры жерге құлап жан тапсырды. Діни қызметкер марқұм туралы және оның балалар туралы әңгіме қозғады. Және дәл осы марқұмның балалары ауыл жұмыстарын жалғастыратын болады дейді. Осы кезде бақсы балгерлер келеді, яғни шамандар. Олар өздерінше жаңбыр шақыруда. Ал біраздан кейін бала өзінің үйінде радио орнатылған магнитофонды жөндеп жатады. Баланың әкесімен әңгімесінен кейін Уильямның техникалық жұмыстарға өте жақсы екенін білеміз. Уильямге ауыл арасында адамдар электроника жұмыстарын сеніп тапсырады. Сосын әкесі оны шатырға шығарып, шатырдың жағдайын біл дейді. Осы уақытта ата-анасы оның төсегіне тосын сый дайындап қояды. Жаңадан мектеп формасы. Дәл осы кезде көршісі келіп, Уильямнен магнитофонды жөндеу үшін алған қарызын сұрайды. Ал Уильям тағы да шамалы күте тұршы деп өтінеді. Ал сосын құдықтан бір шелек су алып, соған жуынып алады. Үйге келіп, тосын сыйды көрген бала қатты қуанады, және ол таңғасын ішіп, сабағына барады. Ал әкесі қалаға барып, дәнді дақылдарға тыңайтқыш алуға кетті. Және осы жерде политикалық ереуілге куә болды. Ал қайтар жолда ол әйелі мен қызын көрді. Олар велосипедке себетті салып жатқанда, Уильямның әпкесі қастарына өтіп бара жатқан мұғалімге көз салды. Мұғалім жиналысқа асығып бара жатыр екен, ал жиналыста мектеп директоры оқушыларға жігер беріп, білім алудың қандай маңызды екенін түсіндіріп жатады. Осы кезде аяқ астынан жаңбыр жауып кетті. Сабақтан кейін Уильям әпкесінің жазған хатын мұғалімге береді. Және хаттың ішінде университетке түсу үшін берілген ақша бар еді. Оның үстіне мұғалім әкесінің Уильямның оқуына ақшаны толықтай төлемегенін біледі. Ал егер осылай жалғаса берсе, Уильям оқудан шығуға мәжбүр болады. Үйге келген соң Уильям әкесімен және үлкен ағасымен бірге жерді ағашпен тесіп жүреді. Бұл әрекетті жаңбырдың өз жотасымен ағып кетпей, жердің астына сіңіп кірсін деген ойменен жасады. Осының кесірінен жарық кезінде сабаққа дайындалып үлгермей қалды. Ал жарықты жағуға анасы рұқсат бермеді, себебі керосин аз еді. Ал сабақтан кейін Уильям өзінің досын ертіп, яғни тайпа басшысының баласын ертіп, пайдалы бір зат табармыз деген оймен қоқыстарды ақтарып қарайды. Олар үйге келгенде тайпа басшыларының жиналысына куәгер болды. Темекі шығаратын компания осы ауылдың еркектеріне жұмыс ұсынған екен. Ормандағы ағаштардың барлығын қырып тастау керек деп. Ал бірақ та ағаштардың барлығын шауып тастайтын болса, ауылға мүлдем жаңбыр жаумай қоюы мүмкін деген қорқыныш бар. Және соның кесірінен ақырында аштан қырылып қалуымыз мүмкін дейді. Сол себепті тайпа басшысы компанияның бұл ұсынысын қабылдамады. Бірақ та араларында ақшаға қатты мұқтаж болған өте кедей адамдар тайпа басшысының айтқанына қарсы шығып, компанияға келісемін деп қолдарын қойып берді. Осындай адамның бірі Тревелдің жиені еді. Оған Тревел жерді өсиет етіп қалдырған болатын. Осыдан кейін Уильям құс аулау үшін қақпан құрып жатады. Және осы кезде орман ағаштарын қиратып, шауып жатқанына куә болады. Уильям қақпан арқылы аулаған құсты өздеріне үлкендер радио тыңдайтын клубқа келіп, кіру үшін ақы ретінде пайдаланды. Радионы енді бастап тыңдап жатқанда, радионың қуаты өшіп қалды. Уильям үйіндегі магнитофоннан жұмыс істейтін батарейканы алу үшін жаңбыр астында үйіне қарай жүгірді. Бала өзінің физикадан білімін пайдаланып, қолында қалған батарейкілермен электр қуатын бөліп шығарады. Сонда радиодан ақштағы башняға самолеттен келіп соққанын хабарлап жатады. Бірақ та африкалық балаларға бұл нәрсе мүлде қызық емес. Сол себепті олар өздеріне ойын туралы нәрсені қосып алды. Досымен бірге Уильям үйіне қайтып бара жатады, және осы жолда өзінің әпкесінің мұғалім мырзамен сүйісіп жатқанын көреді. Бала өзінің досына бұл нәрсені ешкімге айтпа деп өтініш қылды. Ал келесі күні екеуі тағы да қоқыстарды ақтарып, ішінен өздеріне керек зат іздей бастады.
Сонда досы мұғалімнің велосипедін қиратып кетейік дейді. Бірақ та Уильям бұның орнына велосипедтің фонаригін ұрлап кетті. Ал бұл фонарикті ол түнде сабақ оқығанда жарық ретінде пайдаланғысы келді. Осы кезде қозғалыстың әсерінен фонардың жануы Уильямды қатты таңғалдырды. Қатты жанған фонарикті көрген Уильямның басына керемет бір ой келді. Ал түнде Уильям ата-анасының өзінің оқуына ақша төлей алмай жатқанын естиді. Ал келесі күні оқудың ақшасын төлемеген балаларды үйіне қайтарды. Соның ішінде Уильям де бар. Ал әкесі үнемдеп жинаған ақшасынан темекі шығаратын компаниядан орманы бар жер сатып алғысы келді. Тревор жиеніне егістігі бар жерді өсиет етіп қалдырған еді. Бірақ та жиені ол жерді сатып жіберді. Сосын Тревор өзінің ескі досына маған көмектесші деп барады. Бірақ та ол көмектеспеді. Көмектеспегендегі себебі екеуі жас кезінде бір қызға ғашық болып бөлісе алмаған екен. Ал оған қоса 11 қыркүйек күні ақш-тағы ғимараттарға самолеттің соғуының кесірінен мемлекетке ашаршылық келді. Сабаққа барудың орнына Уильям қоқыстарды аралады. Соның арқасында 2 аккумулятордан 1 аккумулятор жасап шығарды. Бірақ та оны зарядтау үшін электр тоғы керек еді. Ал сосын оқу формасын киіп сабаққа келді. Сабақтан кейін мұғалімнен велосипедтегі динамо машинасы туралы сұрай бастады. Ал жұмыстың принципін білу үшін Уильямге кітапханаға кіру керек болды. Бірақ та Уильям кітапханаға кіре алмайды, себебі оның оқу билеті жоқ. Осы кезде Уильям мұғалімді қорқытып, менің әпкеммен кездесіп жүргенімді айтып қоямын дейді. Осының арқасында Уильям кітапханаға тегін кіріп шығатын болды. Осыдан кейін кітапханадан желден пайда болатын электрогенератор туралы кітапты оқиды. Осылайша кітаптан көптеген нәрселерді біле бастады. Ал келесі кадрда ауылға президент келгенін көреміз. Сонда тайпа басшысы ашаршылықтан өтуге көмек сұрайды. Алайда президентке ауылдың шаруасы туралы мәселелер мүлдем ұнамады. Жанындағы күзетшілерге мына тайпа басшысын алып кетіңдер деп бұйырады. Осылайша күзетшілер тайпа басшысын алып кетеді. Оның қасына баласын да басқа адамдарды да кіргізбеді. Сонда Уильям досы екеуі сахнаның арт жағынан барады. Президенттің күзетшілері тайпа басшысын аямай тепкілеп жатыр екен. Сөйтіп балалар көмектесуге жүгірді, ал ізінен халық та жүгіре бастады. Жергілікті тұрғындар у-шу болып көтеріле бергенде күзетшілер аспанға оқ атты, ал президентті қорғау үшін оны машинаға мінгізіп алып кетеді. Осыдан кейін халық үкіметтен мүлдем көмек жоқ екенін түсінді және өздері жұмыс істеуге кірісе бастады. Алайда жиналған егістік өте аз. Бірнеше айға жетуі мүмкін, бірақ та 1 жылға жетпейді. Тревор тіпті ақшаның жоқтығынан үйінің шатырын сатуға мәжбүр болды. Тревор базарға барғанда мемлекеттің ауылдық жерлерде ашаршылық болып жатқаны жоққа шығарғанын естиді. Тіпті азық-түлік бағасын да қатты қымбаттатып жіберді. Не істерін білмеген Тревор оппозиционерлермен бірге митингке шықты. Ал кітапханада Уильям білім ізденуін жалғастыра берді. Оның ендігі жоспары желді генератор ойлап шығару. Осылайша насосты жұмыс істетеді. Егер осылай жасайтын болса, ауылды құрғақшылықтан аман алып қалуға болады. Бірақ та ол үшін балаға мұғалімнің көмегі керек. Алайда дәл осы кезде мұғалім Уильямның әпкесіне қалаға қашып кетіп сол жерде үйленейік дейді. Себебі бұл жерде өмір сүру мүмкін емес дейді. Және осы кезде ауылдың ішіне сатылымға бидай келді. Ал жергілікті тұрғындар бидайға таласамын деп қырылып жатыр. Оның үстіне қарны аш еркек Уильямның үйін тонап кетті. Осы кезде үйде тек қана оның анасы, әпкесі және бүлдіршін бар еді. Осы кезде Уильям кезекте тұрды, бірақ та түсінеді, 2 жүк көлігі барлық адамға бидай таратып бере алмайды. Кезекте бастапқы жақта тұру Уильямның қолынан келді, және бірнеше адам жиналып сатушыларды күтуде. Ал сыртта кезекте тұрған қарны аш адамдар өте көп. Олар бидайды алу үшін барлығына дайын. Сонда Уильям бидайды алғанда есіктен емес басқа жерден шығады. Себебі сырттағы адамдар бидайын тартып алуы мүмкін. Ал үйінде әкесі келген екен және соңғы қалған ақшаларын санап жатыр. Енді барлық нәрсені үнемдеп күніге 1 мезгіл ғана тамақ ішу керек. Әңгімелесудің соңы ұрысқа айналды. Қызы болса әкесінің осындай қиын кезде митингке кеткеніне өте қарсы. Алайда анасы оған көптеген сөздер айтып қызын тынышталдыра білді. Енді өте қиын кезеңдер басталды. Тревор болса жаңбырдың жауын тілеп егістік жұмыстарын бастап кетті. Сонда Уильям өзінің әпкесіне мұғаліммен сөйлесші дейді. Насос пен оттық жұмысы үшін динамо машина қажет. Ал оны жасап шығару жалғыз Уильямның қолынан келмейді. Сонда әпкесі өзінің отбасына ауыртпалық болмайын деп мұғаліммен бірге қашып кетуге келіседі. Ал сосын мұғалімнің велосипедіндегі динамо машинаны Уильямге әкеліп берді. Ал енді Уильямның жоспарын іске асыру үшін оның ата-анасы Уильямды кітапханаға кіргізуді өтінеді. Осылайша
Уильям ауылдың балаларын жинап, желді диірменнің моделін ойлап шығармақшы және динамо машинасының тоқ шығаратынына көз жеткізгісі келді. Осылайша балалар магнитофоннан желдеткіш құралды ойлап тапты. Желдеткішті ойлап тапқан балалар жігерленіп, желді диірмен жасап шығаруға көшті. Уильям өзінің жоспарын әкесіне айтып берді. Ал жоспар ойдағыдай шығу үшін әкесінің велосипеді керек еді. Алайда әкесіне баланың жоспары мүлде ұнамады. Ол егістікте бұрынғысынша қолмен жұмыс істеуге үйреніп қалған. Сосын Уильямге айқайлап, егер велосипедті құртатын болсақ, жағдайымыз одан әрі нашарлап кетеді дейді. Бірақ та Уильям үмітін үзбейді. Ол тіпті үлкен жігіттерге әкемнің велосипедін тартып әкеліп беріңдерші деп көндіреді. Бірақ та Тревел оларға айқайлап тастады. Ал сосын олар өздерінің жөнімен кете берді. Сонда жігіттер Уильямды батыс жаққа қарай шақырады. Ол жақта жағдай әлдеқайда жақсырақ екен. Бірақ та бала қарсы болды. Әкесі мен анасын тастап кете алмады. Тревел әйеліне барлық болған жағдайды айтып берді. Бірақ та әйелі болған жағдайға күйеуін кінәлайды. Осылайша Уильям құрылысқа керекті заттардың барлығын жинайды және өзінің иті аштан өліп қалғанын көреді және итіне қарап қимастықпен жылай берді. Сосын егістікке апарып итін жерлеп жатады. Осы кезде оны әкесі көріп қойды және олар тағы да желді диірменнің пайдасы туралы сөйлесе бастады. Енді аса бір жоғалтатын еш нәрсе жоқ екенін түсінген әкесі велосипедті бөлшектеуге келіседі. Осылайша Уильям өте күрделі механизмді ойлап шығарып жатқанда, ауыл тұрғындары жиналып ағашты кесіп, одан болашақ диірменнің қаңқасын тұрғыза бастады. Осылайша құрылысты аяқтады және желдеткішті де орналастырып қойды. Шлангыны құдыққа кіргізді және насосты іске қосты. Ал сосын Уильям қолына динамо машинаны алып жоғарыға шықты. Ең соңғы сымдарды жалғау үшін. Жел диірменді айналдыра бастады. Осылайша ауыл тұрғындары балаға қарап тұрғанда Уильям өзінің армандаған ойына қол жеткізді. Ал төменге түскеннен кейін Уильям аккумуляторды қуатқа қосады және күтіп шаршаған ауыл тұрғындары жұмыс істеп жатқанда насос іске қосылды және салып берген жолдармен су аға бастады. Бақытты құрылысшы баланы әкесі құшақтап алды. Сосын ағып жатқан суға жол аша бастады. Ал басқалары егістікке тұқымдарды шаша берді. Ал біраз уақыттан кейін егістікте егін алқабы әдемі болып өсе бастады. Ал бақсы балгерлер, яғни шамандар кадрдан тыс кете берді. Енді олардың жасайтын ырымдары ешкімге керек емес. Ал осы кезде Ақмата мен тайпа басшысын жамылдырып жатты. Өткен кездегі соққыдан кейін жазылмай өліп кеткен екен. Ал осыдан кейін Уильямның өзінің жаңа күшігімен отқанын көреміз. Билік өкілдері баланың жасап шығарған желді диірменін көргісі келеді екен. Және Уильямды басқа мектепке шәкіртақы төлейміз деп оқуға шақырады. Бірақ та бала ауылда әкесімен қалып оған көмектескісі келді. Сонда әкесі баласын құшақтап, генератордың арқасында сенің бір бөлігің әрдайым осы жерде дейді. Сол себепті де барып оқуға түссең болады дейді. Ал осыдан кейін бала диірменнің жоғарысына шығады. Өзінің ауылына жоғарыдан осындай мақтанышты көзқараспен қарау үшін. Ал фильмнің соңы Уильямның осыдан кейінгі өмірі жайлы айтады. Ол шәкіртақы алды және мектепті аяқтады. Ал сосын университетке түсті және ақш-қа барды. Және сол жерде ғалым атағына ие болды. Ал ата-анасы бұрынғысынша ауылда өмір сүріп жатыр. Баласының арқасында оларда электр энергиясынан мүлдем мәселе жоқ. Ал Уильямның әпкесі мұғалімге тұрмысқа шықты және балалармен бірге ата-анасына жиі барып тұрады. Осымен фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп фильм жайында өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен барлық пікірді оқып шығамын, достар. Ал келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңдар, достар.